Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай хлебный корзина жасаймыз. Қарапайым әдіспен. Қамырын илеп аламыз. Қамырына күнделікті біздің күнде қолданып жүрген, бауырсаққа илеп жүрген қамыр. Дрож, тұз, сұйық май, қант ұнтағы, жылы суымыз, кішкене ванилин. Ванилин үйде болмаса қоспай қойсаңыздар да болады. Жылы сүтіміз. Осыны әбден араластырып дайындап аламыз. Содан кейін ұнымызды салып қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ немесе өте қатты болмау керек, орташа көлемде. Қатты жұмсақ болып кетсе, біздің формамыз шықпай қалады. Неге осындай, не қатты, не жұмсақ емес, осындай болу керек. Неге қамырымыз дайын, ашып әдемі болып тұр. Енді корзинамызды пісіреміз. Алдымен корзинамыздың бөліктеріне бөліп аламыз. Бірінші бөлігі корзинамыздың астыңғы жағындағы бөлікке, қалғандарын жыршалап кесіп қоямыз. Өйткені корзинамыздың үстіңгі бөлігі ортаңғы бөлігіне өруге ыңғайлы болу үшін осылай кесіп дайындап қоямыз. Енді осыны өруге алдын ала дайындап қоямыз. Алты бөлікке бөліп аламыз. Бірінші бөліктің өруге, екінші бөлікті тағы да өруге. Неге қамырдар осылай демалып тұрады шамалы. Енді астыңғы жағын дайындаймыз. Корзинамыздың астыңғы бөлігі сәл сопақшаланып кесе аламыз. Мен осындай кесетін арнайы құралмен кесем. Сіздер болмаса пышақпен кесіп қолдан жасасаңыздар да болады. Міндетті түрде осылай кесу керек деген емес, пышақпен де жасасаңыздар болады. Енді менде темір ыдыс, кәдімгі тамақ ішетін темір ыдыс үлкен көлемде. Сіздерде қазан болса да болады. 1 литр, 2 литрлік қазандар болса да болады. Соған кигізіп қойып пісірсеңіз де болады. Фольга салып, фольгаға май жағып, енді қамырымызды саламыз. Артық жерлерін кесіп тастаймыз пышақпен. Осылай татамызға салып духовкаға саламыз. Жұмыртқа жағып жібереміз жан-жағына. Пеште піскенде бірінші үстіңгі бөлігі пісіп кетеді, сол себепті үстіңгі бөлімі қызарғаннан кейін бетіне фольга қойып қоямыз. Онда қазір көрсетіп кетем. Өйткені үсті күйіп кетеді, жан-жағы піспей қалады. Сол себептен фольганы қойып қоясыздар, жан-жағы үсті піспей тұрады да, жан-жағы піседі. Сол кезде толықтай пісіп шығады. Енді ортаңғы бөлігін дайындап аламыз. Демалып тұрған қамырымызды тағы да жіңішкелетіп дайындап, неге фольганы қойдым, енді жан-жағы піседі.
Енді осы тестімізді, қамырымызды өреміз. Қатты бос қылмаймыз, тартыңқырап өріп шығамыз. Неке домалақ қып, ыңғайлы қып дайындап аламыз. Біздің корзинамыздың астыңғы бөлігі пісті. Енді ортаңғы бөлігін пісіреміз. Өріліп дайын тұрған қамырымызды салып, қосылған жағын осындай кішкене қамырдың бөлігімен жауып жібереміз. Сәл өлшеп аламыз. Өлшеп алмасақ, үлкен немесе кішкентай болып қалады. Енді жұмыртқамызды жағып, толықтай жағып шығамыз жұмыртқамызды. Сіздер енді үстіне күнжіт сепсеңіздер де болады. Мен бірінші ортаңғы бөлігіне мак септім, әдемі болу үшін. Мак пен күнжітті қосып сепсеңіздер де болады. Неке осыны енді духовкаға жібереміз. Ол пісемдегенше бізге үстіңгі бөлігін дайындаймыз. Қамырымызды жіңішкелеп, бір келкі қып дайындап аламыз. Бір жері жұқа, бір жері қалың болмау керек. Енді осыны өріп аламыз. Бұл үстіңгі жағы. Хлебный корзинамыздың үстіңгі бөлігі. Неке. Енді осыны дайын формамызға салып, екі жағын бірдей теңестіріп, артық жерлерін кесіп, неке видеода көргендеріңіздей орналастырып аламыз. Жұмыртқасын жағып, бетіне әсемдеуге менде күнжіт пен макты екеуін қосып септім. Үстіңгі бөлігі болғандықтан әдемі көрінсін деп. Енді осын духовкада пісірген кезде бетін пісіріп, оның үстіне фольга жауып қойып, екі жағын пісіріп аламыз. Мінекей, сонда бір келкі болып пісіп шығады. Корзинамыз дайын. Видео толығымен сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Арнама тіркеліп кетіңіздер. Лайк баса кетіңіздер. Неке дайын корзинамызды осылай таяқшамен қадап жинаймыз. Жұмсақ. Неке жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.